Ұстаз, ертең Алланың құзырында иман келтірмесе де есеп қисапсыз жәннатқа кіретіндер бар ма? Жалын өте орынды сұрақ қойып отыр. Құрметті шәкірттер, жалпы бұл ертең Алланың құзырында кезең иелері дейді, әхлел фатра. Яғни бір пайғамбар менен екінші пайғамбардың ортасындағы адамдар. Мысалы, Иса алейхиссалам дүниеден өтіп кетуіменен, Иса алейхиссалам заманында Исаның алып келген дініне ергендер, олар мұсылман болып саналынады да, дәл сол сәтте Исаға қарсы шыққандар, олар кәпірлер болып саналынады, яғни дінсіздер. Ал енді Иса алейхиссаламның діні мәңгілік емес қой, біздің Құран пайғамбар саллаллаху алейхи діні сияқты, ислам сияқты. Иса алейхиссалам дүниеден өтіп кетуіменен пайғамбардың ортасында рисала тоқтап қалды. Яғни шариғат бұзылып кетті. Міне осы екі кезеңдегі адамдар Алланың құзырында сұралынбайды дейді. Жақсы, енді бұған кімді кіргіземіз? Біздің ғалымдарымыз имам Ашари, Ахлу сүнна уал жамааның ақида иесі имам Ашари және имам Шафии бар, Ибн Касир рахимахуллах, осы кісілер мына әхлел фатраға мына адамдарды кіргізеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ата-анасын кіргізеді. Өйткені пайғамбарлық келмей дүниеден өтіп кетті. Әкесі пайғамбар дүниеге келмей дүниеден өтіп кетсе, анасы пайғамбарды туып тұр, пайғамбарлық келместен алдын дүниеден өтіп кетті. Ол бір. Екінші, мына дүниедегі өзір иелері дейді. Құлақ естімейтін адам. Не болды? Жын адам және ақымақ адам. Сосын орманда жүретін авагариндер деймі? Жабай адамдар бар, оларға ешқандай рисала алып бара алмайсың. Мына сол жабай адамдар, осылар және кәпірдің балдары бәлиғат жасқа толып кетті. Мұсылманның баласы болсын, кәпірдің баласы болсын, осылар жәннатқа есеп қисапсыз кіретіндер ертең дейді. Иман келтірмесе де дейді. Неге десе, Алла Тағала Құран кәрімде ашық аяты бар: "Уама кунна муазибина хатта набаса расула". Біз қандай да бір қауымды елші жібермейінше азаптамаймыз дейді. Қараңыз. Ал енді екінші, мына Мүлк сүресінде мынандай аятты келтіреді: "Куллама улқия фиха фаужун саалаху хазанатуха лам я'тикум надир". Олар ертең тозаққа кәпірлерді лақтырып жатқан кезде дейді, тозақтың сақшысы, тозақтың періштесі сұрайды дейді: "Алам я'тикум надир". Сендерге ескертуші келмеді ма? Сендерге елші келмеді ма деген кезде, сол кәпірлердің айтатын сөзі: "Бала қад жа надирун факаззабна". Жоқ, бізге елші келді, біз оларды өтірікке шығардық дейді. Қараңыз. Демек, осы тозақ періштесінің сендерге елші келмеді ма деген сөзі дейді, елші келгендердің Алланың құзырында сұралынатындығына дәлел дейді. Ал елші келмегендердің Алланың құзырында сұралынбай, есеп қисапсыз иман келтірмесе де тіпті жәннатқа кіретіндігіне дәлел дейді. Ал енді осы дүниеде айтып кеттік қой, жаңа жынды адам бар, ақымақ адам бар, керең адам бар. Осы жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір хадисін келтіреді Ибн Касирдің тәпсірінде. Ертең Алланың құзырына барған кезде, отты көрген кезде барлығы үзірлерін айта бастайды дейді. Жаңа соқыр адам келеді дейді, сөйтіп айтады дейді. Соқыр емес, керең адам: Раббым, ислам келді, бірақ мен естімедім. Ислам не екенін білмедім. Жынды адам келеді дейді: мен жынды болдым. Мен есім де жоқ, ақылым жоқ. Ақымақ адам да сол нәрсені айтады дейді: менің ақылым жетті ислам дінінің ақиқат дін екендігіне. Сол кезде Алла Тағала оларға бір сынақты жаратады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: менің жаным оның құзырында болған, менен ант етейін. Алла Тағала оларға бір отты жаратады дейді. Сол кезде жаңағы керең, сылтау айтқандар бар ғой, керең, жаңағы ақымақ, жынды, соларға жаңағы тозаққа секір деп айтады дейді, отқа. Сол кезде секіріп кеткендеріне ол салқын болады, саламат болады, яғни жәннатқа кіреді дейді. Ал енді секірмей тұрғандар, олар демек өтірік айтқандығына дәлел дейді. Бұл дүниеде ақылы болғандығына дәлел, оларды мәжбүрлеп тозаққа кіргізеді дейді. Қараңыз. Сондықтан да бұл әхлел фатра иелеріне осы адамдарды кіргізеді ғалымдарымыз. Ал енді қараңыз, біздің ислам діні келді. Бұдан кейінгі адамдар сылтау айта алмайды дейді. Өйткені біздің ислам діні ол мәңгілік дін болғандығы себепті имам Абу Ханифаның Васиятул Абу Ханифа кітабында келтіреді, мына аятты келтіреді: "Я айюханнасу иттақу раббакум". Ей адамдар, Раббыларыңнан қорқыңдар дейді. Бұл аятқа имам Абу Ханифа мынандай мағына береді: "Умуман лил башар". Бұл аят адамзаттың баршасынан түсірілген дейді. Иман келтірдіңдер: "Я айюхал мунафиқуна ахлису". Ей мұнафықтар, ықыласты болыңдар Аллаға деген. Міне осы адамзаттың үш тобында айтып кетті дейді дүниеде. Дінсізді айтып кетті, екінші мұсылманды айтып кетті, үшінші мұнафықты айтып кетті. Сондықтан ертең Алланың құзырына барған кезде
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дінін ұстамаған адам қасіретке ұшырайды. Өйткені Алла тағала әрбір адамзат баласына обращение қылып кеткен, жеке-жеке тоқталып кеткен. Түсіндіңіз ба? Ал тек қана ей мұсылмандар, сендер бойсұныңдар десе басқа адамдар сылтау айта алар еді. Раббым, біз туралы айтқан жоқсың, мұсылмандар туралы айттың деген секілді. Көрдіңіз ба? Сондықтан да біздің сеніміміз ол тәнзих, пәктеу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ата-анасы ол жәннатқа есепсіз кіретіндердің қатарында.